Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда жасалу жолы өте оңай, әсіптің рецептімен бөлісетін боламын. Кез келген адам бір жасағаннан шығатын өте қарапайым рецептімен бөлісемін. Бізге керекті заттар ащы ішек және сиыр малының өкпесі, көк бауыры және қалауларыңыз бойынша ет пен құйрық май қоссаңыздар болады. Көкөністерден сәбіз, пияз, сарымсақ және суға бір қайнатылған күріш және татымына қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Еттерді ет тартқыштан өткізуге ыңғайландырып, осылай ұсақтап турап бөліктерге бөліп аламыз. Етімізді ұсақтап турап алған соң, енді осылай көкөністерімізді де ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап туралған ет пен көкөністерді осылай ет тартқыштың көмегімен бәрін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Әсіп піскен соң жарылып кетпеу үшін осылай күрішті жартылай пісіріп аламыз. Және татымына қарай тұз, қалауларыңыз бойынша бұрыш қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Тұзын байқап, егер тұзы аз болатын болса, тағы да қосымша тұз қосамыз. Әсіптің жұмсақ әрі сулы болып тұру үшін, яғни сочный болып тұру үшін су қосатын боламыз. Осымен біздің әсіптің салмасы дайын. Енді ішектерімізді дайындап, бір жағын жіппен жақсылап байлап аламыз. Әсіптің салмасын видеода көрсетілгенде ет тартқыштың насаткасымен салуға болады. Не болмаса, кәдімгі баклажканың басын кесіп, сонымен де салуға болады. Менде ішектер ұзын болған соң, осылай 2-3 бөліктерге бөлдім. Дайын болған ішектерді енді салқын суға салып, пісіріп аламыз. Пісірілу жолы өте оңай және жылдам піседі. Осылай бетіне шыққан көбіктерін тазартып, татымына қарай тұз және лавр жапырағын қосамыз. Және ішектер жарылып кетпеу үшін иненің көмегімен осылай жарып, жарты сағат пісіріп алатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Осылай ұсақтап турап, және қасына қалауларыңыз бойынша пияз, не болмаса, қияр мен қызанақ турап ұсынсаңыз өте жеуге жеңіл әрі дәмді болып шығады.